Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанна, Ерсак компаниясының тікелей өкілімін. Менің бүгінгі эфирімді Ерсак компаниясының басты өнімдерінің құрамдас бөлігі мыльный орех туралы айтқым келеді. Мыльный орехты не үшін таңдады? Ерсак компаниясы қай жерде өседі, қандай қасиеттері бар? Неліктен біздің компаниямыздың басты бір бөлігі болып алынды, сол туралы айтқым келеді. Міне алдарыңызда тұрған бүткіл Ерсак компаниясының өнімдерінің құрамында барлығында не бар? Мыльный орех бар. Мыльный орех бұл Азияның тропикалық және субтропикалық, яғни ылғалды жерлерінде өсетін өсімдік. Оның құрамында, яғни жаңғағының құрамында несі бар? Көпіргіш қасиеті бар. Суға тисе өте жақсы көпіретін қасиеті бар. Ол көпіргіштің антибактериалдық және микробқа қарсы, қабынуға қарсы күші өте жоғары. Сондықтан оны біздің компания жақсы қасиеттерін біліп отырып, соны алған. Өзім сонымен қатар кір жууға, үй жұмысында, тұрмыстық жағдайларда пайдалануға өте жоғары. Мыльный орехтың көпіршігінің жоғары болғандығы соншалық, оны қасиетінің жоғары болғаны соншалық, оны тіпті үй жағдайындағы, тұрмыстық жағдайдағы тазалауға ғана емес, тіпті медицинада да пайдаланады. Және мысалы Индияның өзінде, құр өзінде неде пайдаланады екен, украшенияларды, бұйымды, қымбат өнімдерді тазалау үшін пайдаланады екен. Басты құпиясы мыльный орехтің табиғи көпіретін болғандықтан, оның табиғатты ластамай ыдырауы. Біздің компанияның басты мақсаты табиғатқа зиян келтірмеу. Сол ұстанымды ұстай отырып, біздің компания, Ерсак компаниясы, мыльный орехты басты компонент қылып алған. Жаңағы айтып өткенімдей, мыльный орехтың дәрілік қасиеті жоғары дедім ғой. Соның буын ауруларына, ревматизмге, подаграға, эпилепсиямен ауыратындарға, өте экзема, тіс жегісі дейміз, кариесті кетіруге өте қасиетті, жаңа противомикробный дедік қой, бактерияға қарсы күші мықты болғандықтан, сондай аурулардың алдын алады және солармен күресуге мүмкіндік береді. Теріңіздің құрғақтығын болдырмайды және тітіркенуін басады. Егер Ерсак компаниясының өнімдерін пайдалана отырып, сіз бір жағынан өзіңіздің және отбасыңыздың